Ayran өйту әдісін көрсетейін. Қолдың сүтімізді жылы етіп алдық. Оны өйту үшін мен сметана қосамын. 20%-тік үлкен бір қасық. Одан кейін қолдың айраны, оны да жарты қасық аламын. Екеуін жақсылап араластырамын. Сонда айранымыз қою тәтті болады. Егер де сметананың орнына йогурт болса, ол да дәмді айран болып шығады. Енді бұның үстіне бір қасық жылы сүтімізден құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламын. Осы араластырған айран мен қаймағымызды сүтіміздің үстіне құямыз. Енді бұны жақсылап араластыру керек. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Енді бұны қапағын салып, жақсылап орап қоямыз. Осылайынша жылы полотенцеға орап қоямыз. Міне, жылы неге орап қойдық. Енді айранымыз 4-5 сағат тұру керек. Арадан 5 сағат уақыт өтті. Айранымыз дайын болды. Енді ашамыз. Міне, дәмді айранымыз дайын болды. Өте пайдалы, табиғи айранымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналымызға жазылып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.